Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, жеңіл жасалатын құрмадан пирог жасайтын боламыз. Ол үшін құрмамызды жақсылап тұрып жуып аламыз. Ішіндегі тәшегін бөлек алып тастаймыз. Құрмаларыңыз құрғақ болатын болса, блендермен өткізген кезде, немесе мен сияқты мясорубкамен өткізген кезде су қоссаңыздар болады. Енді холодильниктегі майымыздың үстіне ұнымызды, разрыхлителімізді, тұзымызды салып, осындай теркінің көмегімен майды өткізіп алсаңыздар болады. Болмаса қолдарыңызбен араластырып алып крошка жасайсыздар да, оның үстіне жұмыртқаңызды, сахарный пудраңызды салып, жұмсақ қамыр илеп пакетке салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Одан кейін холодильниктегі қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Кішкенектеу бөлігін пергаментті бумагаға жақсылап тұрып жайып аламыз да, тағы да холодильникке қойып қоямыз. Енді екінші қамырды да осындай 24 см формаға келтіріп, жайып алып, оның үстіне орналастырып, шет-шетін басып аламыз. Және қалған артық қамырларды кесіп тастайтын боламыз. Үстіне салмамызды салып, жақсылап тұрып жайып, екінші қамырдың көмегімен, осындай пышақтың көмегімен, болмаса өздеріңіз қалауларынша бетін әсемдесеңіздер болады. Мен осылай әсемдеп шықтым. Екі қамырдың шет-шетін басып, біріктіріп алсаңыздар болады. Үстіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне, пирогымыз дайын болып шықты. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ас болсын. Сау болыңыз.